Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Оңал Ханділдар және бүгін бізде математика нөлден бастап курсының кезекті сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жай бөлшектер. Ендеше сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталып өтсек. Бүгінгі сабақта біз жай бөлшектерді қысқарту және тақырыбымызға сәйкес есептер қарастыратын боламыз. Ендеше кеттік. Ең алдымен біз жай бөлшек дегеніміз не және жай бөлшек қалай құрылым жасайды сол ұғыммен танысып өтсек. Жай бөлшек дегеніміз бүтіннің бір немесе бірнеше тең бөлігін көрсететін сан екен. Ендеше жай бөлшектің құрылымын қарастырып өтсек. Жай бөлшек ол бізде келесі түрде жазылады. Яғни А және Б санының бөліндісі ретінде жазылады екен. Мұндағы А саны бөлшектің алымы, яғни сызықтың үстіңгі бөлігіндегі сан болып табылады. Ал Б саны ол бөлшектің бөлімі болып табылады. Яғни сызықтың астындағы сан. Яғни біз осыдан мысал келтіретін болсақ, 3-тен 2 сан. 3-тен 2 саны. Бұл жердегі 2 саны бұл бөлшектің алымындағы, ал 3 саны бөлшектің бөліміндегі сан екен. Яғни алымын бөліміне бөлу арқылы біз жай бөлшек алады екенбіз. Келесі кезекте біз бөлу амалын жай бөлшек түрінде жазуды үйренелік. Яғни кез келген А натурал санын Б натурал санына бөлуді бөлшек түрінде жазуға болады. Яғни өзіміз көріп тұрғанда бұл жерде А санын Б санына таңба арқылы бөлу арқылы және оны бөлшек сызығы арқылы жазып қойған. Бұл жерде А бөлінгіш және Б бөлгіш. Яғни мысалға кез келген бір 2 деген санды алсақ, біз ол санды 3 санына бөліп жаза аламыз. Яғни 2 және 3 түрінде бөлу түрінде берілген санды біз осы түрде жазуымызға болады екен. Бұл жерде 2 бізде бөлінгіш, ал 3 болса бөлгіш болып табылады. Келесі кезекте мынандай кішігірім мысалдарды қарастырып өтейік. Бірінші 12 санын 5 санына бөлу. Яғни бұл жерде жаңағы тура осы біз көрсеткен мысалдағыдай 12 ол бізде бөлінгіш, яғни ол А санының орнына тұрады. Ал 5 болса бұл бізде бөлгіш болып табылады екен. Тағысын тағы сияқты, яғни 19-ды 4-ке бөлсек, бұл бізде бөлу амалы түрінде берілген. Ал біз оны 19 бөлу 4, яғни бөлгіш сызығын қолдану арқылы оны жай бөлшек түрінде жазып отырмыз. Түсінікті болды деген ойдамын. Яғни жай бөлшекті біз осындай мысалдармен қарастырып өтсек. Мысалы бізде бұл берілген шаршы. Шаршыда бізде мысалға нешеден неше бөлігі боялған деп сұрақ қою мүмкін. Осы кезде біз санаймыз. Яғни ең бірінші шаршыда неше бөлік бар екенін анықтап алуымыз қажет. Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни бізде шаршының 8 бөлігі бар екен. Яғни шаршы 8 үшбұрышқа бөлінген. Енді осы жерде нешеуі боялған екен саналық. 1, 2, 3. 3 бөлігі боялған. Енді бізге осындай сұрақ қояды. Бұл шаршының 8-ден неше бөлігі боялды деген кезде біз 8-ден 3 бөлігі боялған деп жауап береді екенбіз. Яғни бұл жерде біз жай бөлшек құрастырып тұрмыз. Тағы сол сияқты 3-те 2-ші суретте көрсетілген мысалдағыдай шеңбердің 4-тен 1 бөлігі, 5-тен 2 бөлігі және 8-ден 4 бөлігі сынды мысалдарды қарастырсақ болады екен. Ендігі кезекте біз жай бөлшектерді қысқарту деген ұғыммен танысалық. Бөлшектің негізгі қасиеті, егер бөлшектің алымында, бөлімінде бірден натурал санға көбейтсек, немесе бөлсек, онда оған тең бөлшек алынады екен. Яғни, ең алдымен көбейту жағын қарастырып өтсек, яғни бөлшектің жаңа бөлімге келтіру тәсілі деп алсақ болады. Өзіміз көріп тұрғандай, А санын Б санына бөліп қойған. Бұл жерде енді бұлай түсіндіріп өтсем, яғни алымына да бөліміне де бірдей санды көбейтіп береміз. Бар болғаны осы. Яғни ешқандай қиындық жоқ. Яғни бұл қасиет бөлшектердің ортақ бөлімге келтіру үшін қолданылады. Мысалға, 2-де 1 бөлінгіштік алымы мен бөлімін 3-ке көбейтсек,
яғни 2-ні 3-ке көбейтсек 6 және 1-ді 3-ке көбейтсек 3. Демек 2-ден 1 ол 6-дан 3-ке тең деген сөз екен. Мысалға біз 2-ден 1-ді көбейту ретінде алатын болсақ, алымында бөлімінде 2 бөлу 2 санына көбейтіп береміз. Тең болады, сонда бізде осы 2 сан бір-біріне тең екен. Яғни 4-тен 2 саны бізде 2-ден 1 санына тең болады деген сөз. Келесі кезекте бөлу түрі. Бөлуде дәл солай. Бұл жерде тек жаңағы 2-ні көбейтудің орнына керісінше бөліп береді екенбіз. Яғни бұл амал бөлшекті қысқарту деп аталады. Мұндағы n саны алымы мен бөлімнің ортақ бөлгіші болып табылады екен. Көбейту кезінде бізде алым мен бөліміне ортақ көбейткіш болса, ал бұл жерде ортақ бөлгіш болады. Мысалға, 10 бөлінген 15 бөлгішін қысқартайық. 2 санда 5-ке бөлінеді. 10-ды 5-ке бөлсек бізде 2, 15-ті 5-ке бөлсек 3. Демек 10 бөлінген 15 саны 3 бөлінген 5 санына тең деген сөз екен. Келесі кезекте осы мысалдарды қарастырайық. Яғни бөліндіні бөлшек түрінде және бөлшекті бөлінді түрінде жазу. Ешқандай қиындығы жоқ, тек бөлу таңбасының орнына біз бөлшек сызығын қолданамыз. Яғни 7 бөлінген 12 санын біз 7 бөлу 12 деп бөлшек түрінде жазуымызға болады. Айтарлықтай еш қиындығы жоқ. Келесі кезекте біз 4 бөлінген 7-ні бөлшек түріне берілген санды бөлінді түрінде жазуымыз керек. Яғни бұл кезде біз 4 бөлінген 7. Яғни бұның бәрі элементарны, еш қиындығы жоқ мысалдар екен. Келесі кезекте біз бір есеп қарастырып өтелік. Бұл біздің алдыңғы мен көрсетіп өткендегідей мысалдағы есептер. Яғни артқа бір кері қайтатын болсақ, тура осы есептегідей есептер екен. Ендеше есептелік. Бөлшек түрінде жазыңдар. Яғни 3-те 3-ші суретте берген фигуралардың қандай бөлігі боялған, қандай бөлігі боялмағанын анықтайық. Ең бірінші А есебіне тоқталып өтсек. А есебінде бізде үшбұрыштың ең бірінші неше бөлігі бар екенін анықтайық. Санайық. 1, 2, 3, 4. Үшбұрышта бізде 4 бөлік бар. Енді осы 4 бөліктің неше бөлігі боялғанын анықтайық. 1, 2, 3. 3 бөлігі боялған және 1 бөлігі боялмаған. Енді біз оны бөлшек түріне қалай жазамыз? Яғни бізге қандай бөлігі боялған деген сұрақ қойған кезде біз алымына 3-ті, бөліміне 4-ті. Ал егер де бізге қандай бөлігі боялмаған деген сұрақ қоятын болса, біз алымына 1-ді және бөліміне 4 санын жазады екенбіз. Келесі кезекте біз екінші мысалға тоқталалық. Екінші мысалда бізде, яғни екінші есепте А есебінде бізде шеңбер берілген. Шеңбердің бізде қанша бөлігі бар екенін санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шеңберде бізде 6 бөлік бар. Яғни 6 бөліктің тек 2-і ғана боялғанын көріп тұрмыз. Яғни келесі кезекте оның 4 бөлігі боялмағанына көзіміз жетеді. Енді біз оның қандай бөлігі боялғанын жазалық. Бізде 2-ден 6 бөлігі боялған. Және бөлшектерді қысқарту бойынша өткендей, бұл бізде 2 бөлімінде және алымында 2 санына бөліп тастаймыз. Сонда 3-тен 1 бөлігі боялған. Бұл шеңбердің 3-тен 1 бөлігі боялған екен. Келесі кезекте біз Б мысалын қарастырып өтейік. Бұл мысалында бізде өздеріңіз көріп тұрғандай шаршы берілген. Шаршының біз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөлігі бар екен. 8 бөлігі, оның бізде 3 бөлігі боялмаған және 5 бөлігі боялған екен. Қандай бөлігі боялған деген сұраққа жауап беретін болсақ, 8-ден 5 бөлігі боялған және 8-ден 3 бөлігі боялмаған. Ешқандай қиындығы жоқ екен. Келесі кезекте В мысалын қарастырайық. Бізде тік төртбұрыш деп алсақ болады. Тік төртбұрышты бөліктерге бөліп тастаған және оны санайық.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тіктөртбұрышты 7 бөліктерге бөлген, яғни тіктөртбұрыштың бізде 7 бөлігі бар екен. Оның қанша бөлігі боялған? Бізде 1, 2, 3, 4 бөлігі боялған. Ал оның 3 бөлігі боялмаған. Яғни боялған бөлігі бізде 7-ден 4, боялмаған бөлігі 7-ден 3. Мінекей ешқандай қиындығы жоқ, бәрі элементарно, өзімізге түсінікті есептер. Енді сабағымызды бір қорытындылап өтейік. Бұл сабақта біз жай бөлшектердің не екенін түсіндік, және оларды алымын, бөлімін айыруды үйрендік. Және соған сәйкес мысалдар қарастырып өттік, және жай бөлшектерді қысқарту, яғни оны көбейту арқылы, бөлшекті жаңа бөлімге келтіру арқылы және бөлшекті қысқарту арқылы екі жолын үйрендік. Соған сәйкес мысалдар қарастырып есеп шығардық. Сіздерге берілетін үй тапсырмасы, яғни сіздер осы жерде бізде бөлшектерді қысқарту тәсілін қолдану арқылы осы есептерді шығарып, өз деңгейлеріңізді жақсартасыздар деген үміттемін. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.